Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін үйдегі бар заттардан дәл дүкендегідей пряники жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецепттермен күнделікті бөлісіп отырамын. Ең бірінші өлшеніп алған шекерімізден 3 ас қасық шекерді қазанға салып, қазанымызды газға қоямыз. Орта отта шекеріміз ерігенше күтетін боламыз. Шекер жайлап ери бастаған кезде силиконы лопаткамен жайлап араластыратын боламыз. Кейін орта оттан ең баяу отқа қойып, шекерді қою қоңыр түс болғанша күтетін боламыз. Кейін газдан аламыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды біртіндеп қосамыз. Барлығын бірден қоспаңыздар, себебі қатты қайнап кетуі мүмкін. Міне араластырып болдық. Енді қайта газға қойып, орта отта қалған шекерімізді салып, жақсылап ерітетін боламыз. Және осы сәтте өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қолдансаңыздар болады. Мен имбир және корица қолдандым, ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Шекеріміз толыққанда еріп шықты. Енді ыстық карамельдің бетіне ұнымызды қосатын боламыз. Ұнды 4 бөлікке бөліп алыңыздар. Енді 1 шай қасық сода қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Және бөлме температурасында сары майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Ал енді карамелімізді жақсылап араластырып, суытатын боламыз. Келесі кезекте біз жұмыртқаны қосамыз. Сол себептен карамель сәл салқындау болуы қажет. 1 дана жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды қосып болғаннан кейін ұнымыздың екінші бөлігін қосып жақсылап араластырып аламыз. Ал енді лопаткамен араластыру мүмкін болмаған жағдайда силиконовый коврикке орналастырып, қалған ұнымыздың барлығын қосып, қолмен икемдеп қамыр илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр болып шықты. Енді шетінен алып жайып шығатын боламыз. Ең бірінші үлкен қамырымызды ұзынша етіп жасап аламыз. Кейін қалған пряниктерді біртіндеп алып, өлшеп, дөңгелектеп шығатын боламыз. Өлшеп жасасаңыздар, барлық пряниктердің көлемі бірдей болып шығады. Пряниктерімізді пергамент қағазына орналастырып, қызып тұрған пеште 190 градуста небәрі 15 минутта пісіріп аламыз. 15 минуттан артық пеште ұстасаңыздар, пряниктеріңіз қатты болып қалады. Пряниктеріміз пісіп болам дегенше бетіндегі сиропын жасаймыз. Өлшеніп алған шекерге суымызды құйып, газға қоятын боламыз. Қантымыз еріп, қайнай бастағанда ең баяу отқа қойып, 2-3 минуттай қайнатып аламыз. Міне біздің пряниктеріміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте үрмелі болып, әдемі болып пісіп шықты. Енді пряниктің ортасын көрсеткім келіп тұр. Пряниктер әлі суыған жоқ, ыстық күйінде 2-ге бөліп көргім келіп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай буы шығып тұр. Өте жұмсақ болып шықты. Енді толыққанды пряниктердің суығанын күтетін боламыз. Ал енді пряникті араластыратын ыдысымызға ең бірінші сиропты жақсылап жағып аламыз. Кейін пряниктерімізді орналастырып, пряниктердің бетіне 1 ас қасықтай сиропты құйып шығыңыз. Кейін силиконы лопаткамен немесе қолмен араластырып алыңыздар. Егер де пряниктеріңіз ыдысқа немесе пряниктер бір-біріне қатты жабысып жатса, сироп қоюланып кеткен. Ондай жағдайда сиропқа 1 ас қасық су қосып жақсылап араластырып, кейін барып қолданыңыздар.
Және тағы айта кететін жайт, сиропты кисточкамен пряниктің бетіне жағуға болмайды. Ол кезде сіздерде әдемі узор шықпай қалады. Кейін пряниктерімізді сиропқа аунатып болғаннан кейін тақтайшаға орналастырып, бетіндегі сироп кепкенше күтетін боламыз. Оған небәрі 5 минуттай уақытыңыз кетеді. Міне сонымен біздің пряниктеріміз дайын болды. Ал менің видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды, ең бастысы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жанерке, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.